Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі 8 наурыз қыз-келіншектер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын, иә қыздар. 8 мартқа кім қандай сыйлық алды, комментке міндетті түрде жаза кетіңіздер. Және де біздің арнамызға тіркеліп, бізді қолдап, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Достар, мен әлі Медикуш пен Миланаға подарка алған жоқпын. Емес, кешке дейін үлгереміз ғой, уақыт бар. Қазір сол подарка алуға шығайын деп жатырмын. Мединаның өзіне сұрап алайыншы, былайша бүйтіп алып бере салған сыйлықтар қыздарға ұнамайды ғой. Мен андай алғым келіп еді, мынандай алғым келіп еді деп. Қазіргі қыздардың өзінің қалауы бар, өзінің таңдауы бар. Сол үшін өздеріне ұнаған сыйлықты әперейін деп шештім. Мен саған не әперейін? Не ұнайды? Айтсай? Достар, мен маған қапа болып қалды ма? Енді алып берейін деп жатырмын ғой. Кеше просто алып келетіндей мүмкіндік болмады да. Бүгін осы 7 март. Кеше папамыз алып келген болатын. Папамыз келіп, гүлдермен келіп, подаркасымен, тортымен келіп құттықтаған. Мәз болып, күшті болып қалған ғой. Соған ренжіп қалды ма деймін маған алып келмегенге. Мама бермеді деп ренжіп жатыр ма? Достар, маған бір идея айтыңыздар. Мединаның өзінен сұрап алам деген едім. Енді Медина жауап бермеді, білмеймін. Мединаға қандай сыйлық жасасам болады? Сіздерге қандай сыйлық ұнайды? Жалпы өз қыздарға қандай сыйлық ұнайды? Кішкентай қыздарға куроми ұнай ма? Куроми заты көп, бірақ өте көп. Ойыншығы да бар, косметикасы да бар. Білмеймін, не сыйлайтынды білмей отырмын. Маған идеяларыңызды комментке жаза кетіңіздер, достар. Не сыйлайтынын білмей жатырмын. Меди, кел қызым. Соқ берем. Не ренжіп қалдың маған? Не қылды? Дико, қапа болып қалдың ма не маған? Енді алып берем ғой подарка. Қазір базарға барайын деп жатырмын ғой, Медико. Мәселе соқ берем, Меди, соқ ішесің ба? Қарсен, саған соқ әкеп қойын бараш. Не үндемей жаттың? Дикош, айтса енді мен саған ұнатқан сыйлықты әперем ғой. Меди? Не қылды? Достар, Мединаға не болды? Сұрасам жауап бермейді. Маған қатты ренжіп қалды ма? Жандарым, не істеп жатсыңдар? Милана, ұйықтай беріп шашың қайырылып кетті ғой. Жандарым. Не ойнап отырсыңдар? Медицин не маған сөйлемей жатсың? Не қылды? Дикош. Вай, істеп жатсыңдар. Папаның сыйлығы ұнады ма, Медико? Медина ұнады ма? Өзінше болып сөйлемей қырсығып жатсың маған, Меди. Медина сағанша ұнады ма? Әпшен жауап бермейді ғой. Ай ма, гүл, искеп көз. Жаным. Күшті, я? Медина күшті, я? Искеп көрдің ба, исі күшті ма? Қазір енді торттарыңмен шайшесіңдер ма? Милананың гүлі күшті ғой, екеу екен ғой. Медина, папа подарка берді, мамам подарка бермеген маған ренжіп жатсың ба? Неге сөйлемей жатсың маған? Милана, алма жейсің ба? Медина, жейсің ба сен де алма? Сөйлесей, жауап берсей. Жейтін болсаң, жейм деп айтсай. Сөйлемей қағасың, Медико? Не қылды? Медико, дәмді мекен алма, жұмсақ па? Жұмсақ па екен? Ренжіп қағасың ба? Жүр кетеміз магазинге барып, базарға барып, күштіле подарка аламыз. Өзің подарка таңдап аласың ба? Милана,
Нап қапы болып отыр. Подарка берем деп жатырмын ғой. Сен де кет қалдың ба? Милана, кезде сен де қапа болып қалдың ба, не? Неде? Жүрсек кеттік барып келейік та. Бұл тез таңдап аласың өзің әдем подаркаларын. Неде жүрсек? Милана, саған не қылды? Сен әкетейін ба? Меди, кел. Кетіп жатырмын мен. Кел. Барасың ба, жүрсей? Жүр, подаркаңды таңдап аласың ғой, өзің жүрсей, не ба? Медина, жүр кеттік. Таңдап аперем өзің. Онда өзің кеттің. Өзіме ұнаған затты алып келе саламын онда. Қазір сендерге подарка әкеп берем, жарай ма? Папамен отыра беріңдер. Достар, мен сыртқа магазинге шығып жатырмын, қазір қыздарға подарка алайыншы деп. Медина маған ренжіп қалған сияқты, білмеймін, сөйлемейді. Енді сол қыздарға подарка алуға кетіп бара жатырмын. A few moments later. Достар, подаркымды алып үйге келе жатырмын. Қыздар күтіп отқан шығар, қазір мен подаркамды беріп қуантатын боламыз. Дикош, не істеп жүрсіңдер? Подарка әкелдім ғой сендерге. Екең ойнап жүрсіңдер ма? Қарсы подарка әкелдім. Милана екеуіңе. Көресіңдер ма подаркаларыңды? Келіңдер. Сыйлық әкелдім ғой. Ренжімесе енді маған мақыма. Неғып сөйлемей жатсың? Мама, саған егінді жасадық па? Маған ба? Праздникте егінді жасаған ес, үйтпесей. Сен ренжіп қалды ма, қапа болып қалды ма деп ойлап қалдым ғой мен. Медико, подаркаларыңды ашып көргілерің келіп жатыр ма? Иә. Ақ қысыр. Милана екеуіңе, иә? Достар, бүгін Медина маған игнор жасаған екен, мен бұны ренжіп қалды деп, бұның көңілін табайын деп бұған қайта сөйлеймін. Мен түсінбегем ғой, бұл ренжіп жатыр, мен подарка бермегенге маған ренжіп жатыр деп ойлап қалғам ғой. Достар, сіздерді бүгін 8 наурызбен шын жүректен құттықтаймыз. Бізді қолдап, лайк басып, тіркеліп, әрдайым коммент жазып жүрген жандарға рахмет. Достар, бүгін біздер кешкісін Арай Ситиға баратын боламыз, иә. Сіздер де сол жаққа келіңіздер, иә, бірге суретке түсейік, естелікке. Күшті уақыт өткізейік. Бүгін 8 мартқа подписчиктерімізбен күштілеп фотоға түсіп, танысып, кездесейік, иә, достар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.